Қайырлы күн. Әңгіме әлемдегі ең үлкен ормандардың бірі саналатын Амазонка тропикалық орманында басталады. Осы жерде ең жас зерттеуші Дора дүниеге келді. Туған сәтінен бастап ол шытырман оқиғаны және зерттеуді жақсы көрді. Ол немере ағасы Диегомен бірге джунглиге кіріп, оны зерттегісі келетін. Бірақ анасы оны үнемі тоқтатып, әлі кішкентай екенін айтып, оларға өз үлгілері әрі өнегесі зерттеуші Камилаға қарауды тапсыратын. Кейін Дора мен Диего атасымен бірге шықты. Атасы оларға әрқашан бірге болуды өсиеттеді. Ол бірге болған сайын араларындағы кипу байланысы күшейе түседі деді. Балалар кипудың мағынасын түсінбеді. Атасы түсіндірді. Инктердің сенімінше кипумен байланысқан балалар өмір бойы бір-бірін сүйіп қорғайды. Содан соң ол екеуіне бірдей білезік тағып, оларды әрқашан тағып жүруді бұйырды. Кейін жұлдыздар арқылы бағдарлауды үйретті, инк өркениеті туралы әңгімеледі, Эльдорадо орманының аңызын айтып берді. Ол жерде аңыз бойынша қазына бар, сол қазынаға жеткен адам бір ғана тілек тілеуге құқылы, бірақ тілек жаман немесе зиянды болмауы керек. Дора қатты қуанып, атасынан Эльдорадо орманын зерттеуге рұқсат сұрады. Атасы оның әлі кішкентай екенін айтып, бас тартты да бір карта беріп. Өскенде осы карта саған жол көрсетеді деді. Ертеңіне Дора әдеттегідей джунглиде серуендеп жүріп, маймылға жолықты. Оған сөйлегенде маймыл оны түсініп, Дора да оны түсінді. Солайша ол маймылды өзімен бірге алып, Бутс деп атады. Бірнеше жыл өтті. Дора есейді, бірақ зерттеу мен шытырманға деген махаббаты сөнген жоқ. Зерттеуші Камила әлі де оның кумирі болып қалды, ол оған ұқсағысы келетін. Бір күні Дора арманынан бас тартпады. Бутспен бірге Диегоны іздеп барып, Эльдорадо орманын зерттеуге дайындала бастады. Ол атасы қалдырған картаны ұстанып жолға шықты. Шынында да олар бір үңгірге жетті. Дора карта бойынша Эльдорадоға келдік деп ойлады. Кенет Дора тұзаққа басқандықтан терең шұңқырға құлады. Диего арқанның арқасында оны ұстап қалды. Дора шұңқырдың түбінде қайық таптым деп қуанды. Сосын кипу тапты. Кипу инктер байланысы үшін пайдаланған түйінді жіптер. Дора хабарламаны оқып шықты. Қазынаның кілті күн. Ол іздеуді жалғастырып күн пішініндегі металл диск тапты. Дискіні алған бойда үңгір опырыла бастады, төрт жақтан жалын шықты. Диего төмен түсіп, Дораны оттың ортасынан алып шықты. Екеуі шұңқырдан әрең құтылды. Бірақ Дораның қолынан карта түсіп, отқа өртеніп кетті. Дора қатты қайғырды. Карта атасынан қалған жалғыз естелік еді, әрі онсыз Эльдорадоны қалай табарын білмейтін. Атанасы оны жұбатқысы келіп, сен табысты зерттеушісің, картасыз да жол табарсың десті. Бірақ Дораның көңілі орнына түспеді. Диего келіп, жаңа шытырман ұсынды. Ол джунглидегі туристік орталықта бірге жұмыс істеуді, туристерге шағын зерттеу сапарларын ұйымдастыруды предлага етті. Сол жерде кумирі Камиламен кездесу мүмкіндігі бар еді. Дора қуанып келісті. Ертеңіне ол жұмысқа энтузиазммен барды. Камиламен танысып, ұзақ уақыт армандаған кездесу болғанын айтты. Оған өзінің суреті бар төсбелгіні көрсетіп, жазған кітаптарының бәрін оқығанын, телехабарларының әр бөлімін көргенін мәлімдеді. Дора алғашқы турларын бастады. Туристік үлкен автобусты жүргізетін Найлатпен танысты. Дора туристерге инк өркениеті туралы, сол жерде болған жанартау атқылаулары туралы әңгімеледі. Кенет Найлат бір кішкентай балаға айқайлап жіберді. Дора таң қалып, баланың алдында кешірім сұрады. Найлат түсіндірді. Бала оның інісі Сони, ол да шытырман мен зерттеуге құмар. Күн батқан соң Дора Диегоға жұмысты ұнатқанын айтты. Кетер алдында қызметкерлік төсбелгісін ұмытып кеткенін байқап, Диегомен бірге қайтып алғалы келді. Сол кезде олар бұрғылау құралдарын көтерген жұмысшылардың жер қазып жатқанын көрді. Дора таң қалды. Бұл аймақта бұрғылауға тыйым салынған, өйткені жер инк өркениетінің тарихи қалдықтарына толы. Олар Сантос атты адамның әйелмен сөйлескенін естіді. Әйел оған қалағанын беремін, бірақ Эльдорадо білезігін табу керек деді. Білезік Эльдорадо қазынасын табудың кілті екен. Дора мен Диего қатты таң қалды. Әйел зерттеуші Камила болып шықты.
Дора Диегоға Эльдорадо джунгли әлемінің астында бір жерде бар деп сенімді екенін айтты. Диего оның тек аңыз екенін, Камилада табалмаған соң ешкімнің табалмайтынын айтты. Бірақ Дора инк өркениеті туралы кітаптан білезіктің шынымен бар екенін оқыды да Диегодан көмек сұрады. Ертеңіне жұмысқа келген Дора турдан кейін қазына іздеп қазуға кірісті. Кенет жұмысшылар бір ғажайып қорап шығарып қоймаға тығып, басшысы Сантосқа хабарлағалы кетті. Дора оларды бағып үлгеріп қоймаға кірді. Іште зат ауыстырып жүрген Диегомен кездесті. Оған қорап туралы айтты. Диего қорқып, мұнда болмау керек деді. Бірақ Дора қорапқа жақындап оны ашты. Ол үңгірден алған күн кілтін есіне түсіріп, сол кілттің ашатынын болжады. Шынында да ашылды. Ішінен Эльдорадоның екі білезігі шықты. Дора біреуіне қолын тигізгенде білезік ұшып келіп қолына оралып қалды. Енді шешілмейтін болды. Диего оның әзілдеп тұрғанын ойлады. Бірақ Дораның көзіне көрініс келіп, бір асыл тас орналасқан жердің картасы көрінді. Көріністен шыққан соң Диего тез кету керек деді. Аз уақыттан кейін Камила қоймаға кіріп, қораптың бос екенін, білезіктің ұрланғанын байқады. Күзетші Дораны қоймадан жүгіріп шығып бара жатқанын көргенін айтты. Дора шығуға тырысты, бірақ білезік оған кедергі жасап, қажетті жерге бағыттай бастады. Дора Найлат пен Саниден көмек сұрады. Олар қуана көмектесті. Найлат тез жүргізіп, қуғыншы күзетшілерден құтылуға тырысты. Сони тыныштандыратын жебе атты, бірақ ол Диегоға тиіп кетті. Соған қарамастан Найлат оларды джунгли әлемінен алып шықты. Екінші жағында Камила Дораны бақылап, Эльдорадоға бірге жетіп, қазынаны ұрламақ болды. Дора Найлат, Сони және Диегодан шытырманға қосылуды сұрады. Барлық қажетті құралдары бар екенін айтты. Сони қуанып риза болды. Диего мен Найлат қорықты, бірақ Дораны жалғыз қалдырғысы келмеді. Әсіресе Дора балалық шақтан бірге байланыстырған Кипуды есіне салған соң, екеуі де келісіп, жоспарға қосылды. Диего оны ешқашан тастамайтынын мәлімдеді. Олар қайда бару керектігін сұрады. Дора білезік жол көрсетеді деп жауап берді. Дора білезіктен жол сұрады, бірақ жауап болмады. Кенет көрініс келіп, жолды білді. Олар күн пішіні салынған есікпен жабылған үңгірге жетті. Дора күн кілтін пайдаланып, есікті ашты. Іште қорқынышты көрінетін жәндіктер көп еді. Үңгірдің соңында үлкен залға шықты. Тағы бір Кипу тапты. Творксып, жұмбақты шешті. Шешімі сүйектер зираты. Сони бір тұтқаны тартып алды да механикалық тұзақ іске қосылды. Қабырғалар жақындай бастады, бәрі ұсақталуға шақ қалды. Дора Кипудың хабарын есіне түсіріп, сүйектер зиратына секіруді бұйырды. Олар секірді. Шұңқыр оларды жерасты залына алып түсті. Дора көк асыл тасты тауып, білезікке орнатты. Жаңа көрініс келіп, келесі асыл тастың орнын көрсетті. Бірақ түн түскендіктен таң атқанша лагер құрды. Сол уақытта Камила адамдарымен бірге оларға жетті. Ол итін жіберіп, құрал жабдық салынған қаптарын ұрлатты. Таңертең Дора оянғанда қаптарының жоқ екенін байқады. Диего қайту керек, құралсыз қауіпті деді. Дора жалынды. Арманымызды орындау керек. Диего ашуланып, бұл сенің ғана арманың, менікі емес деді. Ол университетке түсіп, зоология оқып, шынайы арманын орындағысы келетінін айтты. Дора таң қалды, неге бұрын айтпағанын сұрады. Диего әңгіме айтуға мүмкіндік бермедің деді. Дора ендеше кет деп рұқсат берді, өз бетімше жалғастырамын деді. Диего ұшағын өткізіп алсам, стипендиямнан айырыламын деді. Сол сәтте білезік Дораның қолынан шығып, Диегоның қолына барды да оны жерге сүйреп әкетті. Диего қашқысы келгенде білезік оны ағашқа байлады. Олар түсінді. Білезік Диегоны экспедицияның жаңа басшысы еткісі келеді. Ақыры Диего көнді де, шытырманды жалғастыруға бел байлады. Оғанда көрініс келіп, келесі асыл тастың орнын көрсетті. Дора және серіктері тағы бір үңгірге жетті. Дора күн кілтін пайдаланып ашты. Ішке кіргенде Дора Сониге ештеңеге тимей деп ескертті. Олар тік жардың шетінде тұрды, төменде тікенекке толы шұңқыр. Әдеттегідей Кипу бар еді.
Жұмбақты шешкенде. Судокуға ұқсас ойын ойнау керек. Шетте шыққан сандар бойынша біреуі жоғарыдағы арқанмен секіріп, асыл тасты алуы тиіс. Дора судоку білмейтін. Найлат мен білемін деді. Найлат ойнайтын, Диего секіретін болып келісті. Ойын басталды. Найлат шешті, бірақ бір санда қателесіп, Диего құлауға шақ қалды. Найлат қатесін түзетіп, Диего асыл тасты алды. Диего қуанды, бірақ Дора қайғырды. Диего жалғастырса, арманы орындалмайды. Диего Кипуды есіне салып, әрқашан бірге болу керек деді. Сол кезде оған соңғы көрініс келіп, Эльдорадоның жолы анықталды. Дора қуанды. Бірақ үңгірден шыққанда Камила мен адамдары оларды қоршап алған еді. Камиланың адамдары білезік толық болған соң қолын кесіп алмақшы болды. Бірақ білезік Дорада емес, Диегода екенін байқады. Енді Диегоның қолын кеспекші болды. Дора айғайлап, Диегосыз Эльдорадоға жете алмайсыңдар, өйткені жерді тек ол біледі деді. Камила оларды тұтқындамақ болып, Дораны жардан итеріп жіберді. Дора құлап, есінен танып қалды. Дора есін жиғанда қатты қайғырды. Картасы жоқ, Диего да, Найлат та, Сони да жоқ, жалғыз қалды. Бірақ бір дауыс оны шақырып, мен картаңмын, жүрегіңнің дауысын тыңдасаң, Эльдорадоға жетесің деді. Дора Диегоны тауып, оларға беттеді. Найлат Сонимен байланған арқанды шешті. Диего Камиламен бірге үңгірге жеткен еді. Есікті күн кілтімен ашардың алдында Дора мен Найлат күзетшілерге шабуыл жасап, оларды арқанмен байлады. Камила да тұтқындалды. Дора күн кілтін пайдаланып, барлығын үңгірге кіргізді. Сантос пен Камила есік жабылмай тұрып, ішке сытылып үлгерді. Дора Камиладан қалайша мұндай жаман болып кеткенін, неден бұзылғанын сұрады. Ол өзінің кумирі еді. Камила былай деп жауап берді. Мен бәрінің көзінде батыр едім, бір күні бір орманды зерттей алмай қалдым, халықтың сүйіспеншілігі жек көрушілікке ауысты. Сондықтан өзім дәлелдегім келді, қалай болса да Эльдорадоға жетіп, бәріне мен сәтті зерттеушімін деп көрсеткім келді. Дора оған мұның бәрін дәлелдеудің қажеті жоқ, сен менің көзімде әлі де батырсың деді. Олар алтынға толы залға кірді. Сантос алтынды жинай берді. Дора Кипу тауып, Камила бұл жолы көмектесіп, жұмбақты шешті. Алтынды екі таразыға тең етіп қою керек, сонда соңғы есік ашылады. Олар алтынды тасып, таразыға қойған сайын есіктің бір бөлігі ашыла берді. Сантос Камиланы тоқтатып, алтынды маған уәде еткенсің, Эльдорадоға жеткізгеніме төлем деді. Камила алтынсыз есік ашылмайды деді. Сантос ашуланып, қылышын Дораға көтерді. Камила оны қорғап, Сантоспен айтысты. Сол кезде Дора, Диего, Найлат, Сони алтын тасып, есіктің үлкен бөлігін ашты. Соңғы таразыға соңғы алтын қажет еді. Сантос алтынды қойғысы келмеді. Дора мен серіктері оның сөзіне сеніп қалғанда, Сантос Сониді ұстап алып, таразыға лақтырып жіберді де, өзі үлкен алтынды алып қашты. Бірақ көпірдің соңғы бөлігі опырылып, Сантос алтынмен бірге құлап мерт болды. Дора, Камила, Найлат, Диего соңғы алтынды қойды, бірақ Сантос түсіріп жіберген алтын көп болғандықтан жетпеді. Камила өзін құрбан етіп таразыға секірді. Сол сәтте білезік Диегодан Камилаға ауысты да, Камила ұшып кетіп өлмеді. Олар соңғы асыл тасты алды. Камила білезікті пайдаланып, соңғы есікті ашты. Эльдорадоға жетті. Дора Камиладан қалаған тілегін тіле деді. Камила. Мен қалағаным орындалды, шытырманшы Камила қайта оралды, сен мені үлгі тұтқаныңа бақыттымын деді. Дора Найлат пен Сониден тілектерін сұрады. Олар шытырман сүргісі келген, міне, сүрдік десті. Диего Дора ең лайықты, ол бала кезден Эльдорадоны армандады деді. Дора Диегоның ұшағын үлгеріп, университетіне түсіп, зоология оқуын тіледі. Кейін білді. Диегоның рейсі кешіктіріліпті, екінші мүмкіндік алды. Диего ата-анасымен қоштасып, шетелге оқуға ұшып кетті. Дора атасының дауысын естіді. Шытырмандарың әлі біткен жоқ. Қапты ашқанда өртеніп кеткен карта қайта пайда болды.